Tıkmak жүгір. Ты Боб Билан. Метакрасив. Құрметті азаматтар, Ішкі істер министрлігі заң мен тәртіп қағидатын басшылыққа ала отырып, цифрлық кеңістіктегі заңнаманы бұзған әлеуметтік желі қолданушылары құқыққа қайшы контенттің 9 авторын әкімшілік жауапкершілікке тартты. Аталған азаматтар лайк, қаралым және донат үшін ештеңеден тайынбай шектен шығып жатыр. TikTok'тағы тікелей эфирлерде балағат сөздер айтып, әдепсіз әрекеттер көрсетіп, қауіпті пранктер ұйымдастырып, адамдарды қорлауда. Ең өкініштісі, олардың әдепсіз әрекеттеріне күн сайын әлеуметтік желілердің өзге қолданушылары, әсіресе кәмелетке толмаған балалар куә болуда. Мен саған Мысалы, TikTok'та бауырсақ лақап атымен Астана қаласының 37 жастағы тұрғыны Ештаева Индира Оразқызы тікелей эфир барысында балағат сөздер айтып, заңсыз контент таратқан. Ұсақ бұзақылық жасаған үшін оған әкімшілік айыппұл салынды. бас киім емес байлайтын ғой. Бағана билеп айтады. Ал Алматы қаласында 32 жастағы Батырбек Ақтөре Сесенбекұлы тікелей эфир кезінде балағат сөздер айтып, айналасындағыларды қорлаған. Сот шешімімен ол 5 тәулікке әкімшілік қамаққа алынды. Шымкент қаласында 20 жастағы Сейдалиев Данияр аудиторияның назарын аудару мақсатында тікелей эфирде электрошокер қолданып, адам ұрлау көрінісін әдейі ұйымдастырып, эфир барысында балағат сөздер айтып, қоғамдық тәртіпті өрескел бұзған. Осы әрекет үшін ол 8 тәулікке әкімшілік қамауға алынды. Ты Бабилан. Жамбыл облысында алтын қыз лақабатымен 41 жастағы Қасымова Лайло Жұбанышбек қызы бірнеше рет тікелей эфирге шығып, балағат сөздер айтып, құқыққа қайшы контент таратқан. Оған да әкімшілік айыппұл салынды. Сондай-ақ, дәл осы облыста 19 жастағы Байбек Жарқынай және Таңалбергенов Асылжанның TikTok'та донат жинау және аудитория тарту мақсатында тікелей эфирде бір-біріне әдейі дене жарақатын салып, хайп үшін контент жасаған анықталды. Екеуі де әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Тағы да ескертеміз. Анонимді аккаунттың немесе телефон экранының ар жағында жасырынып қаламын деген ой болуы қате. Ішкі істер министрлігінде кез келген құқық бұзушының жеке басын анықтауға мүмкіндік беретін барлық қажетті құралдар бар. Осындай әрбір құқық бұзушылық анықталады. Әрбір құқық бұзушы заңға сәйкес жауапқа тартылады. Алдағы уақытта да құқық бұзушылардың есімдерін тек алдын алу және профилактикалық мақсатта жариялап көрсететін боламыз. Біз қоғамдық мінез-құлық мәдениетін бұзатын, жастарға теріс үлгі көрсететін, дөрекілік, зорлық-зомбылық, адамдарды қорлау, әдепсіз әрекеттер және қоғамдық тәртіпке қайшы басқа да іс-әрекеттер арқылы танымал болуға тырысатын тұлғалардан цифрлық кеңістікті жүйелі түрде тазартуды жалғастырамыз. Азаматтардың басым көпшілігі мұндай контентті құптамайды. Халық интернетте заң бұзатындарға қатысты шара қолдануды талап етіп, полицияға күн сайын тікелей жүгінуде. Әрбір мұндай өтініш міндетті түрде қаралады. Заң мен тәртіп жай ғана ұран емес. Бұл әрбір азамат үшін міндетті қағида. Ішкі істер министрлігі оның сақталуын шынайы өмірде де, цифрлық кеңістікте де мүлтіксіз қамтамасыз етуді жалғастырады.